Selam dostlar, sizlerle Aysu'nun kanalına hoş geldiniz. Aysu'nun Ayarı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda men özüm көрсөтүм боламын. Ал бүгүнкү видеода мен өз тақырыбымыз ол өзім туралы болады. Мен хоббиім қандай, мен немен айналысам, мен нешинчи сыныпта, нечедемін сияқты өзім туралы ақпаратты айтатын боламын. Сіздер ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Лайк, комментарий. Бұл дүниелердің не үшін айтып жатырмын? Себебі біз каналымызды жаңадан аштық. Подписчиктерде әлі біреу-ақ, сол үшін бізге қолдау көрсетіңіздер. Себебі егер де менің подписчигім 5000-ға жететін болса, мен үйдегі ең кенже Айкөркем есігімді көрсететін боламын. Сіздер ол үшін 5000-ға подписчикқа жетуіміз керек. Егер де біздің подписчигіміз 5000-ға жететін болса, Айкөркем туралы қызықты влогтар, Айкөркеммен ойын деген сияқты көптеген челлендждер түсіретін боламыз. Сол үшін біздің подписчикті 5000-ға жеткізуге қолдау көрсетіңіздер. Ал мен видеоны көп созбай, өзім туралы мәліметтерді, ақпараттар туралы видеоны бастаймыз. Бір күшті тест видеоны бастаймыз. Адам влог жүргізбес бұрын қандай түсіретінін бәрін жоспарлап алу керек. Жоспарсыз видео өте қызықсыз болады. Сол үшін мен видеомды жоспарлап алдым. Міне осындай нелерімізге бәрін жазып алдым. Мен сіздерге осы тізім бойынша өзім туралы айтатын боламын. Мен өзім туралы біріншіден өзім туралы айту керек екен. Бүгін мен 9 сынып оқимын. Қазір бізде каникул, сіздер де білесіздер. 2024 жылы каникул. Біз енді 9 сыныпқа өтемін. 9 сыныптың проблемалары өте көп. Куәлік алу, тест, экзамен сияқты көптеген жұмыстар бар. Сол үшін маған 3 айда 9 сыныпта программалармен танысып білуім керек. Мен 14 жастамын. 9 айдан 14 жаста болдым, білесіздер. 14 жастамын, 9 сынып оқимын. Оны бәрін білесіздер. Енді екіншісі бұл хобби екен. Менің хоббиім әрине не деп ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді комментарий жазып кетіңіздер. Енді көп сөз айта салайын мен әрине домбырамен айналысамын. Менің хоббиім домбыра. Ал менің енді үшінші неге домбыраны тартып көрсетейін бір күйді. Егер де сіздерде мені көрген болсаңыздар, білмейтін күйлеріңіз, енді үйреніп жатқан күйлеріңіз болса, комментарияға жазыңыздар. Мен сіздерге соларды тартып үйрететін боламын. Ал енді мен домбыраны сіздерге қалай тартатынымды көрсетейін. Ең алдымен домбыраның қабын ашып алайын мен. Домбыраның дауысы дұрыс па, дұрыс емес па білмейді екен. Мен домбырам. Қазір Алқисап күйін тартып берейін. Жай темітте, өткені білмейтін болсаңыздар, осы видео қарайсыздар. Қысқа нұсқасын көрсете салайын. Мен домбыраларымды аға жетістіктерін көрсететін болам. Бүгін видеода мен домбыра тартып көптеген жарыстарға қатыстым. Сіздерге менде қазір 6 медальдайым бар. Сол үшін маған көп жинау керек. Дипломда грантлар көп. Қазір сіздерге соларды көрсетемін. Сіздер де мен сияқты үйірмеге қатысыңыздар, жетістіктерге жетіңіздер, концерттерге көпшілік алдында шығып үйреніңіздер деп кеңес аламын. Міне көріп тұрғандарыңыздар медальдар.
Алдыңғы кезек мен домбырамды көрсеттім, енді өзімнің блокнотым туралы көрсетемін. Бұның ішінде не бар, не жаздым. Бірақ жазғандарымды көп айта бермеймін. Ішінде қандай. Мен тағы домбырамен қоса сурет салуды көп беймін. Ал іші осындай, енді басты бетінде осындай менің сүйіктілерім бар. Ағылшынша жазылған, түсініп шығаса аудармасы менің сүйіктілерім. Мынау бітістердегі бір жігіт, бұл атын білмейді екенмін, бірақ суретін салып қойыппын. Ал келесіде бұл менің салған суреттерім. Бұл суреттер өзіме туралы кеңесте жазбалар жазып тастағам. Енді бұл жерде мен өзіме хоббиім деп айттым сурет салу. Ең бірінші ол персонажды кейіпкер бетті қатысты бір мультфильмдегі мен уже тышқанға ұқсап сияқты. Мен бір атын білмейді. Білсеңіздер комментарияға жазып кетіңіздер. Бұл менде әшейін салып таға саған өткені блокноттың ішінде идеалный болсын деп таға саған. Келесі бұл авокадо. Авокадоға дәнекті жегіз. Айсу деп жазып қойыппын. Нердің арада күріш салам деген ол күшік екеуі дұрыс келмей қалыпты. Мен өшірмей қалды. Ал бұл жерде ағылшынша Pinterest'ке жазылған алалар Pinterest'тен таба аламын. Ағылшынша табылып бұл жерде. Бұл жерде өзім туралы жазылған, ол айтпақ қояйын. Бұл сіздерге оқып бермей қояйын, өткен маңызды нелер бар ішінде. Қалған беттер пустой. Маған туыстың қамысы жаса керек. Ең артында смайликтер екен. Болды, ішінде дым жоқ. Менің тағы да бір блокнотым бар, сіздерге тағы екінші блокнотым көрсетейін. Бұны аяқталып өткен сіздерге барлық өзім туралы бүкіл нәрсені айттым. Енді осы мені бағалайсыздар, комментарий, лайк. Менің осы подписаться тіркеліңіздер, өткен 5 мыңға жететін болса, видеоның басында айтқанымдай мен сіңімді көрсететін боламын. Егер де біздің подписчигіміз 10 мыңға жететін болса, мен анамды көрсетемін. 100 мыңға жетті, әкемді көрсетемін деген сияқты. Солай істеймін. Енді сіздерге тек қана сау болыңыздар деймін. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Ой, қиын емес, әшін подписаться, лайк, комментарий болды, оған оңай емес. Ал достар, сіздермен қош сау болыңыздар. Бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Ал сіздердің Айсу каналын тіркеліңіздер.